Бүгінде өңірде бизнесті дамыту бағытында бюджеттен бөлінген 100 миллион теңгенің қайтарымсыз гранты игерілмей тұр. Десек те облыста әлі күнге дейін бірден-бір кәсіпкерлік субъектісі тіркелмеген ауылдар бар. Сондықтан бүгінгі күннің түйткілді мәселесін оңтайлы шешу қажет. Тұрғындарды жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту жайы облыс әкімінің төрағалығымен өткен селекторлық жиында талқыланды. Бүгінде облыста 220 мың адам жұмыссыз ретінде тіркелген. Бүгінде бұл көрсеткішті төмендету үшін мемлекет тарапынан түрлі бағдарламалар қолға алынып, кәсіпкерлікті дамытуға қаражат бөлініп жатыр. Бірақ зерделей келгенде өңірдің барлық ауданында әлде бірде-бір шағын және орта кәсіпкерлік нысаны жоқ ауылдар бар екені жасырын емес. Бизнестің жол картасы, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту секілді ауқымды жобалар жұмыссыздықты азайту бағытында іске асырылғанымен нәтиже ойдағыдай емес. Қазіргі таңда облыс халқының 32% ғана еңбекке жарамды ретінде анықталған. Сондықтан аймақ басшысы барлық әкімдер мен жауапты сала басшыларына жұмыспен қамту бағытында, сондай-ақ бизнесті дамытуға бөлінген қаржы көздерінің ауылдық жерлерге жетуін өз қадағалауына алуды қатаң тапсырды. Ауылдық округтерінде аудан бойынша Көктөбе ауылдық округында наурыз айынан бері бірде-бір кәсіпкерлік субъекті ашылмаған. Неге нәтиже жоқ? Көктөбе ауылында мына жұмысқа ерекше көңіл бөлінетін болса, атүсті қарамасын. Потому что я предупредил всех